Бұрынғы заманда арыстан патша болып тұрыпты. Неше түрлі аңдарды билеп, сол арыстанның өзіне жақын маймын деген бір уәзірі болыпты. Арыстан бір күні бір жерге барып, 2 ай жүріп келмекші болады. Өзім келгенше 2 ай патша бола тұр деп, орнына маймынды тастап кетеді. Арыстанның кеткенін білген соң, әр жерден аңдар келіп, орын алып тұра бастайды. Және арыстанның жай уақытта өзі тұратын бір жеріне бір түлкі әйел бала шағасымен тұрып алады. Бір күні мұны көріп маймын айтады: «Әй надан түлкі, патша арыстаннан қорықпайсың ба? Егер келіп қалса, не жаныңды қояды, тез кет» дейді. Түлкі айтады: «Сен мені түлкі деп ойлайсың ба? Мен арыстан түгілі жолбарыстан да қорықпаймын. Бұл жер менің аталарымның жері, маған тесілі» дейді. Арыстан: «Алды деп естіп келіп едім. Арыстан келгенде сен маған хабар бер. Арыстанның кім екенін білдіртейін» дейді түлкі. Сонда бұл маймын қорқыныш ойлап кетіп қалады. Маймын кетісімен түлкінің әйелі айтады: «Бұл жерге тұрмай-ақ кетейік. Егерде арыстан келіп қалса, маймын айтып барса, бізге ажал тапқызар» дейді. Сонда түлкі айтады: «Арыстан жақын келгенде сен балаларды жылата бер. Мен айқай салып айтам, балалар неге жылайды деп. Сонда сен балалар арыстан етінен қауап сұрайды деп айт» дейді. Бір уақытта арыстан жақындап қалыпты. Сонда түлкінің әйелі балаларын жылата береді. Түлкі айқай салып айтады: «Балалар неге жылайды?» деп. Әйелі түлкінің үйретуі бойынша: «Балалар арыстан етінен қауап қалайды» дейді. Сонда арыстан естіп, тұра қалып, қасындағы маймынға айтады: «Бұл бір қуатты аң болар. Балалар арыстан етін тілейді деп неге айтады? Бұл жерде тастап, екінші сахараға кетпек керек» дейді. Сонда қасындағы маймын айтады: «Әй тақсыр арыстан, сіз жер жүзінде болған аң патшасысыз. Көріңіз, егер көрсеңіз, бір жаман кішкентай аңның айлалары шығар» дейді. Арыстан жақынырақ жүреді. Түлкінің әйелі балаларын жылата береді. Түлкі және айқай салады: «Неге жылатасың балаларды? Үйде жолбарыс қабылан еті көп емес пе?» дейді. Сонда әйелі айтады: «Басқа аңдардың еттері толып жатыр. Жаңа арыстанның етін тілейді» дейді. Сонда түлкі айтады: «Балаларға айт, біраз сабыр етсін. Осы жерді айналып жүрген бір арыстанды маймын досым алдап алып келсе керек. Көп кешікпей келсе, арыстанды ұстап алып етін балаларға кәуап қылып береміз» дейді. Сонда арыстан қасындағы маймынға: «Ей залым, қиянатшыл маймын, мені алдап өлтірмекке әкелерсің. Өзім өлместен бұрын әуелі сені өлтірейін» деп, маймын бейшараның пәршек-пәршегін шығарады. Өзі тез қашып кетеді. Түлкі айласымен осылай арыстанның жерін өзіне қаратып алады.